Мұрыннан қан кетуді тоқтату. Инструкцияға сай қолын жуды. Баланы тынышталдырды. Баланы отырғызып, басын алға қарай иді. Бұл позиция қанның кіріс жолдарына асқазан кетуге жол бермейді. Мұрын қанатын мұрын пердесіне қарай басты. 10 минут ұстап тұрды. Көкірегіне суық суға батырылған сүлгі қойды. Көйлегінің жағасын шешіп, баланы бір қалыпты және терең дем алуын қадағалады. Терең дем алуы басынан веналық қанның жақсы ағып кетуіне жол жасайды. Шүйдеге және мұрын алдына суық компресс қойды. Мұрын кіре берісіне 3% сутегі асқын тотығы ертіндісімен малынған дәкені турундай етіп қойды. Мұрыннан қан кету тоқтағаннан кейін баланың бетін жылы суға малынған мақта тампонмен сүртті. Баланы жатқызды. Баланың сүңгірмеуін және мұрын шұғымауын қадағалады. Анасы балаңыз мұрнын шұқымасын.